Жасалуы өте қарапайым, дәмі енді керемет дәмді. Әсіресе қонақ шақырғанда сізге көмек болатын баклажан мен болгар бұрышынан салат жасаймыз. Орташа 3 баклажанды тым ірі немесе ұсақтамай, орташа көлемде 4 бұрыш етіп турайтын боламыз. Оны шамамен 20 минутқа ашы дәмі кету үшін тұзға салып қоя тұрамыз. Болгар бұрышында дәл баклажанды турағандай турайтын боламыз және болгар бұрышының ішіндегі ақ жерлерін тазалап алып тастаймыз. Баклажанның суын төгіп, таза сумен шайып алған соң үстінен болгар бұрышын және майын аямай құямыз. Жақсылап араластырып, алдын ала максималды қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Менің пешімде 250 градуста 25-30 минут арасында пісті. Ол піскенше көк шөптерді алдын ала турап дайындап қоямыз. Піскен кезде сол арада салатын боламыз. Мен ақ жеркен, яғни петрушка, кинза, көк пияз және 2-3 дана сарымсақтың тішесін қосатын боламын. Дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып, бір түнге қойып, одан кейін ғана дастарханға ұсынатын боламыз. Дәмі енді күшті болады, жасап көріңіз.